Салафи идеологиясын тарап жүрген адасқан бауырлардың тағы да бір күлкілі сөзі, негізі оларда білім жоқ негізі. Біз өзіміз жалқаумыз ғой, білім алуға ерінеміз, иә, уақыт таппаймыз. Егер де кішкене білім алатын болатын болсаң, олардың айтып жатқан сөздерін бәрін мансұқтап тастауға болады. Не дейді? Мен сахабаға ілесемін дейді. Бірден ба? Иә, бірден. Маған Абу Ханифа, имам Шафидің сөздері керек емес. Біріншіден, сахабаға тікелей ілесу, сен мен маған ол харам болып саналады. Ілесуге болмайды оларға. Имам Джуайни бұны салафиттердің шейхтар да мойындаған ғалым бұл не деп отыр? Ажма ал-мухаққиқуна аля анна ал-авама лайса лахум ан ятааллақу бимадахиби сахабати радиаллаху анхум бәл алейхим ан яттабиу мадахиба ал-аимма дейді. Яғни авамға, яғни сен сияқты, мен сияқты Құраннан бір пара, екі пара немесе ежелеп оқитын адам, авамға айтқанда, иә, бұлар төрт мәзһабтың ғалымдарына ілесу міндет деп отыр имам Джуайни рахмаулла. Сен сондықтан тікелей сахабаға амал ете алмайсың. Неге? Өйткені сахабаның сөзінен сен үкім алатын адамдардың қатарына жатпайсың. Олар мәзһабқа ілесуді бір айып көреді ғой. Ханафи мазхабына терленуді яки Шафи мазхабына терленуді айып көреді. Бұл айып емес, керісінше жауапкершілікті соларға жүктейді мазхаб иелеріне. имам Хаттаб не деп отыр? والذي عليه جمهور أنه يجب على من ليس فيه أهلية الاجتهاد أن يقلد أحد الأئمة المجتهدين سواء كان عالما أو ليس بعالم. Яғни сен ғалым бол, мейлі ғалым болма, Құраннан сүннеттен үкім шығара алмайсың ба, оған қауқарсызсың ба, сөзсіз кімге ілесесің? Төрт мәзһабтың біріне ілесесің.